Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қызықты дорамаларға толы 2023 жылдың қорытынды топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы бұл роман форс-мажор дорамасы. Басты рөлдерді Роун мен Чон Боа сомдайды. Чан Синю Чосон дәуірінен ауыр қарғысқа ұшыраған бай отбасынан шыққан сымбатты адвокат. Али Хонжо әкімшілікте істейтін ақ көңіл қыз. Жалғыздықтан шаршаған Хонжоға Синю ішінде жұмбақ кітап бар хоббиша береді. Осылайша екеуінің әсерлі махаббат хикаясы басталады. 9-шы менің сүйікті боксшым дорамасы. Басты рөлдерді Ли Сан Йоп пен Ким Со Хе сомдайды. Басты кейіпкер Ли Кван Сук талантты әрі ешкімнен жеңілмеген боксшы қыз. 17 жасында елге танымал болған ол белгісіз жағдайларға байланысты спорттан кетеді. Ал Ким Те Йен таланттарды бірден байқайтын салқын мінезді спорттық екен. Ол Кван Сукты рингке қайтарудың барлық амалын жасайды. 8-ші пайдасыз өтірік дорамасы. Басты рөлдерді Кван Ми Хён мен Ким Со Хён сомдайды. Мок Сол Хи кішкентайынан адамдардың өтірік не шын айтып тұрғанын ажырата алатын қыз. Ол өзінің қабілетін пайдалана отырып, адамдарға ақшаға көмектеседі. Сол Хи өтірік айтпайтын композитор Ким До Ханы кездестіреді. Ол құпияға толы Дохаға ғашық болып, оған көмектеседі. 7-ші елсіз аралдан шыққан әнші қыз дорамасы. Басты рөлдерді Чэ Джун Хеп пен Пак Ын Бин сомдайды. Со Мокқа әнші болуды армандайтын мектеп оқушысы. Ол Сеулге тыңдалымға бара жатып, елсіз аралға тап болады. 15 жыл бойы аралда жалғыз өмір сүрген Мокқаны ағайынды бауырлар тауып алады. Арманынан бас тартпаған ол жаңа өмірге бейімделе бастайды. 6-шы менің демоным дорамасы. Басты рөлдерді Сон Кан мен Ким Ю Джон сомдайды. Бұл фантастикалық дорама бай отбасының мұрагері До До Хи мен демон Губон жайлы. Өз күшінен айырылған Губон оны қайтару үшін До Хидің жанында жүруге мәжбүр. Ол жаулар көп До Хиді қауіп-қатерден бірнеше рет құтқарады. Әрі онымен жалған неке шартын жасайды. 5-ші Бора Ди Бора дорамасы. Басты рөлдерді Юн Хин Мин мен Юн Ына сомдайды. Бұл дорама қарым-қатынас жайлы кеңес беретін танымал блогер Юн Бора жайлы. Ол өзін романтикалық қарым-қатынас бойынша нағыз маман санайды. Бірақ та бір күн ол жігіттің өзін алдап жүргенін біліп, онымен айырылысып кетеді. Жақын арада қызымен айырылысқан Ли Су Хёк Бораға көмекке келеді. 4-ші танымал адам дорамасы. Басты рөлдерді Пак Gu Yeon мен Кан Ми Хёк сомдайды. Соари бұрындары бай болып, кейін банкротқа ұшыраған отбасынан шыққан қарапайым қыз. Өзінің сыныптасының әлеуметтік желілер арқылы ақша табатынын біліп, өзін де бағын сынап көреді. Тез жетістікке жеткен Ари танымалдылықтың басқа қырларында көреді. 3-ші Пак ханымның неке шарты дорамасы. Басты рөлдерді Пейн Хёк пен Ли Сион сомдайды. 19 ғасырда өмір сүретін Пак Ену тұрмысқа шыққан күні жолдасынан айырылады. Енудің өміріне қастандық жасалып, құдыққа тап болған ол 2023 жылға өтіп кетеді. Ол жаңа заманда өзінің жолдасына ұқсайтын жігітті кездестіріп, онымен жалған неке шартын жасайды. 2-ші кек алу салтанаты дорамасы. Басты рөлдерді Сон Хи Гем мен Ли До Хён сомдайды. Мондоның мектеп кезінде зорлық-зомбылыққа тап болған қыз. Бірнеше жылдан кейін ол өзін мазақ еткен қыздан кек алғысы келеді. Оған көмекке сырт көзге көңілді көрінетін, әкесінің өлімінен кейін әлгі ести алмаған жігіт Чу Ю Джон келеді. Осылайша олардың ұзақ және қиын кек алу жолы басталады. 1-ші жарқыраған қарбыз дорамасы. Басты рөлдерді Чуэ Хен Ок Реун және Солина сомдайды. Жоғары сынып оқушысы Үнгелдің есту қабілеті нашар ата-анасы және ағасы бар. Ол үйінен жасырып гитара аспабында ойнауды үйренеді. Әкесімен ренжісіп қалған ол жұмбақ дүкен арқылы 1995 жылға өтіп кетеді. Ол 18 жастағы әкесін кездестіріп, онымен жарқыраған қарбыз тобын құрады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.